Саламатсыздар ма? Назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Осы дүйсенбіде Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры қызметкерлерінің жартысын жұмыстан қысқартатынын хабарлады. 11 қаңтардағы мәжілістің жалпы отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев қордың жұмысын сынаған еді. Қор қызметкерлерінің саны 2 есе, яғни 248-ден 124-ке, ал басқарушы қызметтер саны 10-нан 5-ке қысқарады. Құрылымдық бөлімдер саны 27-ден 18-ге қысқартылды. Кеңесші қызметтері жойылды. Қордың шетелдегі өкілдіктерін жабу туралы шешім қабылданды. Қордың жаңа ұйымдық құрылымы ресми веб-сайтта жарияланған делінген ақпаратта. Сонымен қатар осы күннен бастап Самұрық-Қазына Инвест бас директоры Аслан Сұлтановтың, Самұрық-Қазына Констракшн басқарма төрағасы Болатхан Сандықбаевтың, Самұрық-Қазына Контракт бас директоры Алмас Ақыловтың, Самұрық-Қазына Бизнес сервис бас директоры Серікбек Елшібековтің уәкілеттіктері мерзімінен бұрын аяқталып, олармен еңбек қатынастарын тоқтату келісілді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев активі елдің ішкі жалпы өнімінің 60%-на пара-пар Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры мен өзге ұлттық компаниялардың жұмысында да көп нәрсе айқын емес деп сын айтқан. Сейсенбі түскі уақытта Қазақстанның бірқатар өңірінде жарық сөнді. Жарық өшіп интернет байланысы нашарлағанын Алматы, Тараз, Шымкент, Талдықорған қалаларының тұрғындары хабарлады. Электр энергия желілеріне жауапты Кекок компаниясының түсіндіруінше, Өзбекстан мен Қырғызстан энергия жүйесінде туындаған едәуір теңсіздіктің салдарынан солтүстік шығыс оңтүстік Қазақстанға 500 киловольт көлемінде шамадан тыс қуат келген. Соның салдарынан тоқ дұрыс бөлінбей, Қазақстанның оңтүстік өңірінде кейбір аудандар жарықсыз қалған. Шектеу көлемі 1500 мегаватт. Компания қазір апатты жою жұмыстарын жүргізіп жатқанын хабарлады. Жарықсыз қалған Қазақстанның оңтүстігіндегі ірі қалаларда бағдаршам істемей, көшелерде көлік кептелісі пайда болған. Алматының кейбір аудан тұрғындары 10-15 минуттан соң қайта жарық берілгенін хабарлады. Қаланың кейбір аумағында жарық мүлде сөнбеген. Орталық Азияда жарық жиі сөнеді. Аймақта халық саны едәуір өскен. 1991 жылы Совет одағы құлаған соң Орталық Азияда 50 миллион адам болса, қазір 75 миллионға жеткен. Былтыр Орталық Азияда болған қуаңшылық су энергетикасының жалпы өңірдегі энергия тұтынуының азаюына себеп болды. Орталық Азиядағы энергетика инфрақұрылымының ескіруі негізгі проблема болып отыр. Елдегі электр станциялары түгелдей дерлік Совет кезеңінде салынған. 25 қаңтарда президент Қасым-Жомарт Тоқаев орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашевті қызметінен босатып, оның орнына бұған дейін Сенат төрағасының орынбасары болған Нұрлан Әбдіровті тағайындады. Берік Имаш бұрынғы президенттің үлкен қызы Дариға Назарбаеваның құдасы. Назарбаеваның ұлы Нұралы Әлиев Имашевтің қызы Аида Имашеваға үйленген. Құрметті әріптестер, өздеріңізге белгілі, осы аптада мемлекет басшысының жарлығымен Әбдіров Нұрлан Мажитұлының парламент сенатының депутат ретіндегі өкілеттігі тоқтатылып, әріптесіміз Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының төрағасы болып тағайындалды. Нұрлан Мажитұлын барша әріптестеріміздің атынан жаңа лауазымды қызметімен шын жүректен құттықтаймын. 61 жастағы Нұрлан Әбдіров мамандығы бойынша заңгер құқықтанушы. 2002-2009 жылдары қауіпсіздік кеңесінде түрлі қызмет атқарған. Кейін мәжіліс және сенат депутаты болған. 27 қаңтарда Сенат елдің экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін қысқартуды мақұлдады. Енді елдің ішкі және сыртқы саясатына байланысты бастамаларға елбасы араласа алмайды. Бұған дейін мәжіліс Назарбаевтың қауіпсіздік кеңесі және Қазақстан халқы ассамблеясын өмір бойы басқару құқығынан айыратын өзгерісті мақұлдаған еді. Бейсенбі күні Сенат осы түзетуді қолдап, оған қоса заң жобасына тағы бір түзету ұсынды. Қазір Назарбаевтың қолында елбасы статусы ғана қалды. Заң бойынша бұл статус оны және оның отбасын қылмыстық қудалаудан қорғайды. Сейсенбіде Орталық Азия Қытай онлайн саммитінде Қытай басшысы Ци Цзиньпин алдағы 3 жылда Орталық Азия елдерінің экономикасы мен қауіпсіздігін нығайтуға көмек ретінде $500 миллион қаржы бөлетінін мәлімдеді. Жиынға Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан басшылары қатысты. Си Цзиньпиннің айтуынша аталған қаражат халықтың тұрмыс тіршілігін қамтамасыз ететін жобаларға жұмсалады. Қытай басшысы сонымен бірге биыл коронавирусқа қарсы вакцинаның 50 миллион дозасын Орталық Азияның 5 еліне көмек ретінде беретінін айтып, Пекиннің екпе өндіру технологиясын аталған елдерге көшіре алатынын жеткізді. 28 қаңтарда Нұр Отан партиясының съезінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев партия төрағасы болып сайланды. Ақорда таратқан ақпаратта Тоқаевты партия төрағасы етіп сайлау туралы ұсынысты бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев енгізген. Оны партия мүшелері бір ауыздан қолдаған. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті жолдастар, Нұр Отан партиясына төрағалық ету аса жауапты жұмыс.
осы міндетті атқаруды маған ұсынып, қолдау көрсеткендеріңіз үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Тоқаев өзіне осында жауапты міндет жүктегеніне алғыс айтып, қаңтар оқиғасына тоқталды. Өкінішке қарай бейбіт митингілерді радикалды күштер өз мақсатына пайдаланып кетті. Лаңкестер мемлекетімізге шабуыл жасап, ел тыныштығын бұзды. Олар билікті басып алуға тырысты деп мәлімдеді. Ал тергеу амалдары заң аясында жүргізіледі деп мәлімдеп, адам құқығын міндетті түрде сақтайтынын айтты. Түрлі жағымсыз әңгімелер тарап жатқанын білемін. Осыған байланысты мемлекет басшысы ретінде тағы да қайталап айтамын. Тұңғыш президентіміз елімізді іргесі берік мемлекетке айналдыру үшін зор еңбек сіңірді. Ол тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаған тұлға ретінде отанымыздың және әлем тарихында қалатыны сөзсіз. Елбасының 30 жылда ел мүддесі үшін атқарған жұмысын жоққа шығаруға болмайды. Бірінші президенттің тарихи рөліне тиісінше баға берейік. Оның сөзсіз жетістіктері мен табыстарын алға шығарып, жаңылысқан жерлері болса болашақ басшылардың үлесіне қалдырайық, деді ол. Нұр Отан партиясының съезінде партияның саяси кеңес құрамы бекітілді. Оған 92 адам енген. Саяси кеңеске партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, мәжіліс депутаты Дариға Назарбаева, бұрынғы премьер-министр Асқар Мамин, мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин, Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев, мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев, кәсіпкер Болат Өтемұратов енбеген. Кеңес құрамына президент Тоқаев, сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев, мәжіліс депутаттары Берік Әбдіғалиұлы, Нұртөре Жүсіп тағы басқа адамдар енген. Тізімде алғаш рет премьер-министр мен бірде-бір министр және әкімнің аты жөні жоқ. Апта жаңалықтары осындай. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақтnews.kz сайтынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше.